Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге бизнес майталманы ұсынған 7 кеңесті айтатын боламын. Бизнесті майталманы Питер Друкер жетістікке жету үшін алдымен көп ақпарат меңгеріп, артынша істі дұрыс жоспарлай білу қажет екендігін айтады. Мұнымен қатар дүниетанымды төмендегі 7 әрекеттің көмегімен кеңейтуді ұсынады. Біріншіден, қаржы саласында сауатты болыңыз. Өмірде ақшамен дұрыс жұмыс істеу ережелерін іске асырыңыз. Қалай жеке бизнес ашып, ақшаны орнымен жұмсау керектігі туралы біліңіз. Ол үшін ең алдымен мына кітаптарды оқыңыз. Роберт Кийосакидің «Бай әке және кедей әке» кітабы. Юрий Мороз «Бизнес данышпандар үшін көмекші құрал». Роберт Аллен «Ақша табудың түрлі жолы». Екіншіден, ойлап үйреніңіз. Дұрыс ойлаудың арнайы техникалары бар. Оны мына екі кітаптың көмегімен меңгере аласыз. Бірінші кітап Эдвард де Бон. Екінші кітап өнертапқыштық тапсырмаларды шешу теориясы. Үшіншіден, адамның есте сақтау қабілеті қалай жұмыс істейтіндігін анықтаңыз. Ол үшін Владимир Казаренконың мнемотехника оқулығын меңгеріңіз. Мұны мектеп оқушылары да пайдалана алады. Төртіншіден, жылдам оқып үйреніңіз. Бір ай бойы жаттығатын болсаңыз, сіз 2 есе жылдам оқисыз. Бұл әрекетті жүзеге асыруға Олег Андреевтің «Жылдам оқып үйреніңіз» кітабы көмектеседі. Бесіншіден, пернетақтаға қарамай жазып үйреніңіз. Аптасына 2 рет 15 минуттан стамин бағдарламасы бойынша жаттығатын болсаңыз, достарыңызды таң қалдырасыз, әрі болашақта көп уақытыңызды үнемдейсіз. Алтыншыдан, табысқа жету заңдарын оқыңыз. Табысты адамдар өзгелер білмейтінді біледі. Яғни табысқа жетудің арнайы ережелері бар. Бұл тақырыпқа байланысты «Табыс сиқыры» кітабын ұсынады. Жетіншіден, эмоцияларыңызды басқарыңыз. Бұл өзіңізді кемелдендіру жолындағы ең маңызды баспалдақ. Ол үшін мына кітаптарды оқыңыздар. Александр Лоуэн «Дене психологиясы». Станислав Гроф «Холотропты сана». Мантек Чия кітабы. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.